Ертеде ит, мысық және тышқан үшеуі дос болыпты. Сонда да ит пен мысық тышқанды онша жақтырмайды екен. Тышқан күні-түні тынбай еңбекқор болыпты. Ал ит пен мысық болса тапқанын жеп, жұмсақ шөп жылы жерде жатып алатын көрінеді. Бір күні ит қасындағы мысыққа: "Осы тышқанның жұмысы таусылмайды екен, күндіз-түні күйбеңдейді де жүреді" дейді, қынжылады. Сонда мысық: "Өзіміз шол жиып жатып біреуді күндейміз, онсымыз дұрыс па?" деп итке жөнін айтады. Ит бұл сөзге ұялып қалады да өзге шаруа істемек болады. Осы оқиғадан кейін ол тышқанға көмектесіп жүреді. Бір күні: "Сен де қол ұшыңды бер" дейді ит мысыққа. Оған мысық көнбейді. "Өздерің-ақ істей салыңдар" деп сол жатқан күйі жата береді. Ит пен тышқан оған: "Жалқаулықты қой, бізбен бірге жұмыс істе" дейді. "Әй, мен сендердің жұмыстарыңды күндеп жатқан жоқпын ғой, неге тиісесіңдер" деп мысық ашуланады. Мысық жатқан орнына жата береді. Ит пен тышқан өз тірліктерін істеп жүре береді. Тек мысыққа тамақ қалдырмай өздері жейтін болады. Аш мысық енді ит пен тышқанның тапқанын ұрлай бастайды. Мұны көріп қойған тышқан мысықтың ұрлығын итке айтады. Ит ұрлықшы мысықты оңдырмай талайды. Осыдан кейін ит пен мысық бір-біріне өш екен. Бір-бірін көрсе талап тастауға дайын тұрады. Ал тышқанға ыза болған мысық оны ұстап алуға тырысады. Сондықтан тышқан мысықтың иісін сезсе болды, қашып кететін көрінеді.